Сәлем достар, бүгінге де жеттік. Marvel кинокомпаниясы бастаған 10 жылдық тарихы бар теңдессіз киномарафон шарықтау шегіне жетті. Таныс пен соңғы шайқас барлық фильмдердің кульминациясы болды. Әу бастан бұл фильмдердегі бірінші бөлім және екінші бөлім деген атауларды алып тастап, өз алды оқиғасы бар бөлек фильм қылып жасады. Мстители Война бесконечности фильмінің соңы жалпы кино тарихындағы ең мықты клиффхенгермен аяқталды. Бұл фильмді көріп болған соң, ол жердегі оқиғаның толық аяқталмаған байқайсың. Бізге зұлым тиран Таныстың басынан кешкен оқиғалар туралы тұтас оқиғаны баяндап берген. Тіпті Таныстың рөлін сомдаған актер Джош Броленнің өзі кейіпкерін алдыңғы қатарға қойған қалайтынын айтып өткен болатын. Былайда Темір Адам, Галактика сақшылары, Капитан Америка және тағы басқа Marvel киноәлемінің танымал кейіпкерлерінің өз экран уақыттары жетерлік. Бірақ оқиғаның бір ортақ кейіпкердің айналасында өрбуін қалаған ағайынды режиссерлер Энтони және Джо Руссо орталық кейіпкер ретінде Танысты таңдайды. Тіптен оның образын Шыңғысханнан алғанын кейбір сұхбаттарында атап өткен. Marvel фильмдері үшін антикейіпкердің алдыңғы сапқа шығуы ол жаңалық болды. Тіптен бұл фильм кек алушылар туралы емес, Таныстың жеке фильмі сияқты, Таныстың сольнигі сияқты көрінді. Оның сюжеттік линиясы фильмді аяғы бар, әртүрлі стиль мен жанрды тоғыстырған толыққанды туынды етіп көрсетті. Режиссерлер өте көп еңбек етті. Олар жай ғана топырлаған кейіпкерлерді бір жерге жинаған жоқ. Әртүрлі фильмдердің атмосферасын, стилистикасын, баяндау үлгісін бір жерге, бір киноға тоғыстырып, байланыстыра білді. Онымен қоса әрбір кейіпкерді тыс қалдырмай, бәріне бірдей уақыт бөліп берді. Біз жер бетінде Старк пен Стрэндждің нанотехнология және сиқырды байланыстыра отырып, мысқылдап, әзілдей отырып, бөгде планеталықтарға төтеп бергенін көреміз. Бірнеше уақыт өткен соң ғарыштың бір бұрышында 80-ші жылдардағы диско стилінде өздерінің әзілдерімен ерекшеленетін галактика сақшыларының торға көмек беруге келгенін көреміз. Фильм бір-біріне мүлде ұқсамайтын бөліктерден құралған. Ол егер дұрыс емес қолға түсетін болса, ол кәдімгідей Франкенштейнге айналып кететін еді. Бірақ кек алушылар фильмі өзінің әртүрлілігіне қарамай бір организм сияқты жұмыс істейді. Фильмде экшнге, спецэффектілерге, әзілге емес, кейіпкерлерге қатты көңіл бөлгендіктен сәтті шықты деп ойлаймын. Олардың әңгімелесуі, оқиға желісі мен мінездерінің дамуы жақсы көрсетілген. Кейіпкерлер бір-бірімен үздіксіз тығыз қарым-қатынаста болады. Сол арқылы көрермендерге маған жақсы эмоция қалдырды. Бір кемеде қалған жұлдызы Лорд пен Тордың диалогы, Тони Старк пен Доктор Стрэндждің тандемінде кім мықты болып шығады деген сияқты тұстары халыққа қызығырақ болды деп ойлаймын. Яғни кімнің күші көп, бицепсі дәу емес, кімнің тұлғалық тұсы, адами жақтар жақсылар екенін білу қызық. Бір жағынан мұндай нәрселер тима блокбастер үшін таңсық дүние. Сценаристерге үлкен құрмет көрсету керек. Олар кейіпкерлердің экрандағы бір-бірімен кездесіп, оқиғаны ары қарай өрбуін түсінікті әрі еш созбай жақсы үйлестіріп шыққан. Оның үстіне күрделі сюжеттік құрылымда әрбір тұсты детальді түрде көрсету былай қиынға түседі. Бір жағынан да былай қарасаң, осал тұстар баршылық. Мысалы, Доктор Стрэндждің күші, магиясы физикалық заңдылықтардан асып түседі. Оны білеміз. Бірақ Таныстың қайдағы бір қолжоқ бар, яғни шестеркасына күші жетпей қалады. Сол сияқты Вижнде де сол айтуға болады. Бірақ фильмді көріп отырып, ол туралы ойлағың да келмейді. Өйткені бұнда кімнің күші көп деген әңгіме жүрмейді. Сценарийдағы ұсақ қателіктерді есептемегенде, бұлай сценаристер интриганы сақтай білген. Көрермендер шексіздік қолғамының толықтай жұмыс істегенін көргісі келді. Яғни ол перчатка бесконечности. Бір жағынан бұл барлық кейіпкерлердің толықтай жеңілісіне әкеп соғады, Таныс Марвелдің тіптен кинокомикс жанрындағы ең үздік антагонист ретінде өзін көрсете білді. Ол ешқандай маньяк емес, ол жай ғана кім көрінгенде өлтіре салатындай рандомный зұлым персона емес. Таныстың комикстік типажына қарамастан, оның істері толықтай ойластырылған әрі түсінікті. Тіптен оны фильм ортасына қарай түсініп, мотивациясына сене бастайсың. Фильмді жалпылай алсақ, ойын күлкіге толы тоқтамайтын диалогтар, қарқынды атыс шабыс, төбелестер мен кенеттен драмалық тонға ауысатын сценалардан тұрады. Мстители Война бесконечности фильмі әлемдік кинематография тарихындағы ең маңызды фильмдердің бірі болып табылады. Ол жай ғана Марвелдің 10 жылдық оқиғалар желісін аяқтап қоймай, осы жанрдағы фильмдердің шыңырау шыңы ретінде өз орнын тапты. Бұнымен қоймай студия басшылары, режиссерлер, сценаристер, продюсерлер 2019 жылы болатын кек алушылардың 4-ші бөлімі бұдан да қызығырақ, бұдан да мықты болады деп сендіруде. Жалпы біз кинокомикс фанаттар ретінде бұл фильмді әрине асыға күтеміз.
Сіздермен болған өз ойын білдірген Данияр Тәжімбет каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Қош, сау болыңыздар.